Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Мен бүгін көтенге сабынсыз кіретін депутаттардың парша-паршасын шығарып, мақтамен бауыздайтын боламын. Ал кеттік. Тозаққа түскен депутат кім? Айына 1 миллионнан астам зарплата алатын Косарев деген қақпастардан қашан құтыламыз? Тоқтар Әубәкіров депутаттықтан не үшін қуылды? Бұл сұрақтардың жауабын сізге көрген дұрыс. Қадірлі көрермендерім, аса бір қиын емес қой. Видеомызға лайк басып, арнаға тіркеліп, қасында шыққан кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетулеріңізді сұраймын. Еңбекменен шабыт беру сіздерден ағайын. Бір депутат уақыты келіп о дүниеге барған ғой. Періште қарсы алады да, сіздей қадірлі адамды қайда жіберерімді білмей тұрғаным. Бір күн тозақ пен жұмақты аралап көріңіз, ұнаған таңдарсыз дейді. Марқұм депутат қуанғаннан келіседі. Бірінші лифтпен тозаққа түсіреді. Құлпырған жазықта кіл галстук таққан шенеунік шулап, құшақ жая қарсы алады. Гольф ойнатады, шарапқа тойдырады, той жасайды. Ол тойға білістің өзі асаба болып, депутатымызды жер-көкке сыйғызбай мақтайды. Көңілі тасыған көкетай бір күннің қалай өткенін байқамай қалыпты. Періште келіп, лифтпен жұмаққа алып кетеді. Онда барса сарқыраған Кәусар бұлақ, сыбызғы сызылтқан хор қыздары, мәуелі ағаштар, өте сыпайы сабырлы адамдар. Бірде-бір танысын таба алмаған депутат зерігеді. Бір күн өткеннен кейін періште келіп, қайсысын таңдайсыз депті. Депутат сонда, жұмақ жанға жайлы әдемі екен, бірақ тозақта көңілдірек, соған барайын депті. Жұмақ тозақ бөлінеді ол? Жұмақта күнде жұмақ, тозақта күнде дискотека. Деп естіген мен рашид жүрмедім. Періште жымайып, қалағаныңыз болсын деп депутатты қайтадан лифтпен төменге түсіріп жібереді. Лифттің есігі ашылып қалса, күйіп кеткен дала, кепкен жердің топырағын бұрқыратып қазып жатқан үсті бастары кір-қожалақ шенеуніктер депутаттың алдынан ыржиып ібіліс шығады. Бұл қалай? Кеше ғана бұл жер керемет еді ғой дейді сасқалақтаған байғұс депутат. Ібіліс, кешегі ме? Ол сайлауалды шара болатын, соның арқасында сен бізді таңдадың деп желкесінен сүйрей жөнеліпті. Депутат демекші, бүгін депутаттар туралы кеңінен көсілейінші. Құдай сақтасын, о бейшараларға да жұмақты нәсіп етсінші деп тілейік. Оңтүстіктің қыздарының алдына апарған қалың малындай 1 миллион ставкасы бар әрқайсысының. Құдай бере салған 107 депутатымыз мәжілісте отыр. Сенаттың 47 депутаты бар. Қысқасы айтқанда саусағымен кнопканы басып қойып, қорылдап тұрып ұйықтайтын. Мемлекеттік маңызы бар мәселелерді талқылап жатқан уақытта хайуандардың қырқысын көріп отыратын 154 масылымыз бар екен. Ай сайын осы масылдарға өлдім, дым бермедім дегенде бюджеттен 154 миллион теңге жұмсалады. Қарағұсывасында кәрі құртаңдардың өзі чөз тойды. Олардың миллион теңге алғаны обидно ма? Әрине обидно. Ол менікі кінәлім емес. Жатып та, тұрып та, жүгіріп те, отырып та ойландым. Тіпті ұйқысыз өткен түндерім болды. Депутаттардың ішінде елім деп еміренгендер бар ма өзі? Ауызбен орақ орғандар көп қой. Халықтың нанын емес қамын жегіштер бар ма екен деп даурықтым. Бірақ шынымен де халықтың уәжін үкіметтің жетесіне жеткізіп, жеке судан өткізіп бергені жоқ екен. Тағы да ойландым. Шыншылдар, ақиқатшылдар, алашым деп атқа қонған арда туған азаматтар мәжілістен неге бой көрсетпейді деп. Сөйтсем бұл жер нағыз көтен жалағыштардың таптырмайтын орын екен. Оған кешегі басынан ат души удар алған Ермахан көкем мен президентке ескерткіш орнатайық деген халықтың қамын ойлағыш Мәди ағам дәлел болды. Еліміздің жарқын болашағы үшін Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын. Сондай болсаң билікке жағады екенсің негізі. Отан демес, көкеңді көбірек сүйіп, көтеніне сабынсыз кіру керек екен. Әпекеме жездекем сай деп бұлат аталған екі азаматта бір-бірін қолдағыш, қорғағыш бола шықты. Бұлардың жеркенішті айла шарғыларын көрдім де, бүйткен мансабыңның 667-сі дедім. Еліңнің алдында сүйкімін кетіп, тарихыңда қалатын болсаң Қарабет атанбай, биік мінберден бой көрсетіп, жұмсақ креслоға жамбасымды үйкемей-ақ, қара халқыммен бірге қара су ішіп, қара қазанында қайнап, Заманбек пен Алтынбектей дулаттай атылып кетсем арманым жоқ деп шештім. Шешіміме риза болдым. Бұл депутаттық мандатта кім болмады? Шер ағам да болды,
Фариза апам да болды, Шаханов та болды. Жаяудың шаңы жалғыздың үні шықпастың кебін киді. Тоқтар да болды. Тоқтар ағам өз сөзінде: 3 рет депутат болдым, 3 ретте де жолым болған жоқ, таратып жіберді. Құдай біледі, тағы бір рет талпынып көрсем тағы да таратып жіберуі мүмкін. Ендеше ешкімге кедергі келтірмей-ақ қояйын. Менсіз-ақ жұмыстарын істесін, отырсын. Бұл жерге жылы орынды аңсайтындар келеді. Себебі мұнда ешкім ешкімнің жағасынан алмайды. Ешкім сені сөйлеуге мәжбүрлемейді. Тек я деген түймені бассаң жетіп жатыр. Егер сен тапсырма жоғарыдан келсе, барлығы бір ауыздан болды, түсіндік, келісеміз дейді. Ешқандай түзету енгізбейді. Шынымды айтсам, сөзінің салмағы, өзіндік пікірі жоқтардың арасында жүргім келмейді. Біз біртіндеп құлдырап бара жатырмыз. Анығында бұл құлдыраудың басы ғана. Әзіргі құлдырауымыз баяу басталып жатыр. Әлемдік дағдарыс деңдей түскенде не болады? Айтудың өзі қорқынышты. Біз түк өндірмейтін елміз. Шикізатқа тәуелді елдің тағдыры белгісіз, болашағы бұлыңғыр. Әлем біздің шикізаттан бас тартқан күні нағыз құлдырау басталады. Анығында біз құзға құлаймыз. Міне, сол кезде ғана халық биліктің осы уақытқа дейін түк бітірмегенін анық ұғынады деп аяқтады өз сөзін Тоқтар ағам. Назар аударарлық тағы да басты жайттың бірі, бұрынғы парламент пен бүгінгі парламенттің айырмасы айтарлықтай. 2000 жылдардың басындағы парламент өте азулы болды. Қоғамдағы ең түйткілді, күрделі ұлттық мәселелер әуелі парламенттің мінберінен көтерілетін. Нақты мысал келтірейін. 2005 жылы мәжілісте сайлау туралы заң жобасы дүрлеген дискуссияға айналды. Сол кездегі Амангелді Айталы, Мұхтар Шаханов, Болат Әбішевтер бастаған бір топ депутат кез келген сайлауға түскісі келетін ұлттық қазақ үміткер мемлекеттік тілді меңгергені жөнінде аумақтық сайлау комиссиясына анықтама қағаз өткізсін деген ұсыныс жасады. Бұған дейін 2 рет өтпей қалған бұл ұсыныстың соры 5 батпан екен. Соңынан оны дауысқа салғанда қос палатаның 78 депутаты ана тілімізге қарсы шықты. 10 сенатор мен 14 мәжіліс депутаты ғана мемлекеттік тілдің шашпауын көтерді. Ұсыныс өтпей қалған соң Айталы мәжілістің соңын күтпей залды тастап шыққанын көзімізбен көрдік. Амангелді ағамыз қазақ халқының жүрегіне тағы бір оқ қадалды. Ол оқ парламенттен атылды. Біздің депутаттар әлі де қазақ ұлтын, тілін сыйламайды. Бүгін тағы сол пиғыл көрінді. Тілге шабуыл, мемлекеттігімізге шабуыл деп мәлімдеді. Содан кейін сайлау туралы заңға мұндай ұсыныс енгізілмей қалды. Сол сатқын депутаттар әлі де депутат болып отыр. Өкініштісі Айталы мен Шахановтарды бір жолата жоғалттық. Депутат деген кім? Ол халықтың өкілі, көзі құлағы. Оны халық сайлаған. Соңғы жылдары партиялық тізім қатарында депутаттыққа лайықты адамдар да, аса лайықты еместер де өтіп кететін секілді. Өйткені сол адамның депутат болуға білімі, тәжірибесі, өресі, көзқарасы, кәсіби деңгейі, ойлау қабілеті жете ме жоқ па, ол жағына көп бас қатырмайтын күнге жеттік. Партия тізімінде тұрғандар мәжілістен бірақ шығады. Білімі мен білігі жоқ. Саясаттан мақұрым адам аузына су толтырғандай құр дауыс беріп, үндемей отырғаннан басқа не істейді? Кейбір депутаттардың мәжілістің жұмсақ креслосына жайғасып алып, қалың ұйқыға бататыны да осыдан шығар. Елеңсесі түзелер. Сырдың суы тізесінен келмейтін мырқымбайларды малша маңыратып, қойша қайыратын уақытта жетер. Халыққа көктейін пайдасы жоқ қос палатаны таратып, 154 масылдан емес, 10 шақты ұлтжанды, парасатты, білімді азаматтан тұратын тұғырлы жүйеде бой көтерер. Халықтың санасы ояна берсін. Ертең халық пен тарих кешірім бермес үшін бүгіннен бастап бұлардың бетпердесін сыпыру біздердің, яғни тәуелсіз журналистердің еншісінде. Арна авторы Бағжан Бақбергенұлы. Сіз үшін көрген дұрыс арнасы.